өзгеріп кетіпті. Иә, өйткені мұнда оттегі аз. Қане секіріңдер, бұл жер сондай керемет. Алақай! Мұна бұлт менің мұрнымды қытықтап жатыр. Алақай, өйткені ол көпіршіктерден түзілген. Иә, алақай! Қайна, әуселеңді көрейік. Тұра. Қазір. Ұсталдың ба? Мяу. Етік киген мысық. Қалай, сақал жараса ма? Жүр, саған бірдеңе көрсетем. Бұлттардың астынан екі баланы көріп тұрсың ба? Олар атана мейірімін көрмеген жетімдер. Екеуі мына төбешіктің үстінде бұлттарға қарап болашаққа жоспар құрып қиялдап жатыр. Бұл балалар сен екеуміз, сен және мен. Достар, мұнаны көргенде ауыздарың ашылады. Қараңдар. Дәулер мекен дейтін қамал. Иә. Жарайды, киімімді ауыстырайын. Ей, көкезу! Алтын жұмыртқадан алмайтындай болып көрінуім керек. Қалай, жараса ма? Көкезу, мұна түрің не? Іш киім кисеңші. Қойыңдаш. Оның несі ұят? Түкте ұят емес. Бұршақ клубы туралы айтқан кезде адамдардың бізді келеме жегендері есінде ме? Енді қалай мазақтар екен? Алақай! Мәссаған. Біздің көздегеніміз осы. Көкезу, дауысың пернікінден шікілдеп шықпайды. Өткен мұндағы ауа қысымы жердегі. Жүріңдер. Мұқият тыңдап алыңдар. Сен екеуің алтын жұмыртқалар жинайсыңдар, ал мен дәумен айқасам. Мұнда ешқандай дәу жоқ, ол баяғыда өліп қалған. Сонда қалай? Ертегіні оқымап бедім. Джек пен бұршақ сабағы, 14-ші бөлім. Алып адам жерге құлап мерт болды. Аяғым-ай, тіземді сырып алдым. Бұл не дыбыс? Ол өте қорқынышты. Алтын жұмыртқа басатын қаздарды күзететін құбыжық. Егер оның көзіне тура қарасаң, сол мезетте тас қайналасың. Бұл жерге келгендердің ешқайсы үйлеріне тірі қайтпаған. Соңынан лесіңдер, шуламаңдар. Тыныш, Көкезу. Маған не істе дейсің? Бір-біріне қажалып сықырлай береді. Ұнтақ себу керек еді. Арғы бетке қалай өтеміз? Аққайнар. Қанекей! Оho!